Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Информатика пәні 490 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Бөлім компьютер және қауіпсіздік бөлім бойынша жиынтық бағалау. Олай болса, мен сіздермен сұрақтарға шолып өтейін. Көзді шаршатпаудың жолдары қандай? Мәтіндегі бос орындарды толтыр. Яғни мына сұрақтардың сөздің арасындағы сөздерді тауып жауабын беруіміз керек. Мониторға дейінгі арақашықтық қанша сантиметрден кем болмау керек? Компьютер алдында жұмыс қанша минуттан аспау керек? Көз, мойын, арқа үшін белгіленген не істеу керек, нені жасау керек, экранның дәл қай жеріне қарау керек деген сияқты сұрақтарға жауап береміз. Және де екінші сұрағымыз ақпараттық тасымалдаушылар атауын жаз. Бұл жерде біздің цифрлық тасымалдаушылардың атауын сұрап тұр. Бұлардың да атауын жазып кететін боламыз. Үшінші сұрағымыз авторлық құқық түрлерін жаз. Авторлық құқық деген өткен болатынбыз. Авторлық құқық екіге бөлінеді, солардың атауын жазамыз. Төртінші, компьютерлік вирустардың пайда болу белгілері. Яғни вирус пайда болған кезде қандай белгілер арқылы білеміз, соны жазамыз. Бесінші, берілген антивирус түрлерінің атауын жаз. Яғни осы антивирустардың атауын жаз деп бізден сұрап тұр. Жақсы, олай болса бірінші сұраққа өтейік. Бірінші сұрақ бізде бірінші тапсырма. Көзді шаршатпаудың жолдары қандай? Ол бізде Арман баспасында осы кітапта келіскен компьютер және қауіпсіздік 106 бетте компьютердің көзді шаршатпаудың жолдары қандай деген тақырыпты. Дәл осы сөздерді көріп тұрсыздар. 106 беттен іздей беруімізге болады. Жақсы, олай болса, бірінші сұрақ. Мониторға дейінгі арақашықтық 50 сантиметрден деп келеді кейбір кітаптарда 60-70 сантиметр деп келеді. Екеуін жазсақ та қатеге саналмайды. 50 немесе 60-70 сантиметрден кем болмау керек. Енді одан кейінгісі компьютер алдындағы жұмыс. Компьютер алдындағы жұмыс 15-20 минуттан аспауы тиіс. Келесі, көз, мойын, арқа үшін арнайы белгіленген біз жаттығуларды жиі жасауымыз керек. Жаттығуларды жиі жасап отыруымыз қажет. Мен дұрыс жауаптарды қазір белгілеп қоямын. Экранның дәл ортасына қарауымыз қажет. Мінекей, енді мен сіздерге дұрыс жауаптарды белгілеп қояйын. Жасылмен. Осы жауаптарды бос орындарға жазып қоямыз. БЖБ тапсыратын кезде міндетті түрде біз алдын ала дайындалып баруымыз керек. Ой болса, екінші тапсырмаға өтемін. Екінші тапсырма ақпараттық тасымалдаушылар атауын жаз дейді. Ол бізде цифрлық тасымалдаушылар тақырыбында өтілген. Мінекей, ақпараттың цифрлық тасымалдаушы атаулары бізде оптикалық диск бірінші тұрған, екінші тұрған қатқыл дискі және де USB флеш жинақтауыш немесе флеш жады деп те аталады. Оптикалық диск, екінші USB флеш жады немесе осылай да атасақ болады. Флеш жад немесе USB флеш жад жинақтауыш десек те болады. Екеуін жазсақ та қатеге саналмайды. Үшінші тұрған біздегі қатқыл диск. Бұл ақпаратты сақтауыш құрылғыларға жатады бәрі. Қатқыл диск HDD. Енді одан кейінгісі авторлық құқық түрлерін жаз. Бұл біз интернет тақырыбында өткен болатынбыз. Интернетпен жұмыс істеудің қандай қауіп-қатері бар деген. Осы жерде бізге берілген
ақпараттың авторлық құқықтың екі түрі бар: жеке құқық және мүліктік құқық. 116 бет тақырыпты тағы бір қайталап оқып алсаңыздар болады, БЖБ-ға бармай тұрып. Жеке құқық және де мүліктік құқық. Енді олай болса, мен 4-ші сұраққа өте берейін. 4-ші сұрағымыз бізде балалар: компьютерлік вирустардың пайда болу белгілерін жаз. Енді бізде алғашқы белгілер компьютерлік вирус пайда болған кезде компьютеріміз жұмысты баяулатады, немесе кез келген жағдайда өшіп қалады деген сияқты қателіктер орын ала бастайды. Ол бізде компьютердің деректерді қалай сақтауға болады деген тақырыпта өтеміз. Қалай қорғауға болады. Оларда бірінші белгілермен көрініп тұрған болса, компьютер вирус пайда болған кезде компьютер баяу жұмыс істей бастайды, программалар оқыстан жұмысын тоқтатады, немесе жұмыс істемейді. Дәл осы белгілер компьютер вирус пайда болған кезде біз осы арқылы анықтаймыз. Осыны жазып қоямыз. Әрқайсысын бөлек-бөлек жазып қойғам. Жазып алыңыздар. Бұларды БЖБ-ға барар алдын дайындалып барғандарыңыз абзал болады. Келесі 5-ші берілген антивирустың түрлерінің атауын жазып. Жаңағы ақпаратты қалай қорғау болады деген тақырыпта соның ішінде бізге антивирустардың атауы берілген. Міне қараңыздар, осы біздің антивирустар. Біздегі атаулары қатар-қатармен рет-ретімен орналасқан. Бірінші тұрған Касперский, екінші тұрған Доктор Веб, үшінші Эсет Нот 32, одан кейін Нортон, және де мына жақта MC Афи деген орналасқан, Авира, Симантек, Панда деген сияқты бөлек тағы басқалары да бар. Солардың ішінде бізге біздің жауабымыз Доктор Веб, одан кейінгісі Касперский, үшіншісі Аваст. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Барлығын жазып, тақырыптарды алдын ала оқып, БЖБ-ға дайындалып барайық. Жақсы, сабақ ұнаған болса, достарымызбен бөлісеміз, лайк басамыз, каналға тіркеліп кетеміз. Жақсы, сау болыңыздар.